Саламатсыздар, құрметті студент мырзалар. Бүгінгі тау-кен ісі мен геология негіздері сабақ өтуші Арнаулы оқытушы Мұсаев Марат. Тау-кен ісінің тақырыбы пайдалы қазбалар, геология негіздерінің тақырыбы мыс туралы болады. Қазақстан Республикасында пайдалы қазбалар көп түрі кездеседі. Соның ішінде темірдің және де түсті металдың түрлері көп кездеседі. Атап айтқанда, Қазақстанның өңірінде хром қоры дүние жүзінде бірінші орында тұр. Ал темір мен қорғасын, мыс сияқты пайдалы қазбалар түрінде үш топқа бөлінеді: жанатын, рудалы, рудасыз. Пайдалы қазбалар ішінде көмір өндірісі Қазақстанда өндіріледі. Жезқазған және Қарағанды өңірінде. Минералдарға келетін болсақ, пайдалы қазбалардың түрлерінде, мысалы, минералдардың бірнеше түрлері бар. Пайдалы қазбалар қоры Қазақстан әр өңірінде әртүрлі. Менделеев таблицасының өзіндегі элементтердің барлық түрі, одан да Менделеев таблицасына кірмеген даже түрлері кездеседі. Пайдалы қазбаларды өндіру процесі, мысалға, жер асты өндіру арқылы бірінші бөлікке бөлінеді, бір бөлікке. Екінші бөлігі ашық кен қазбаларды алу болып екіге бөлінеді. Мысалға, мыс алатын болсақ, мыс өндірісі Қазақстанда жақсы өндіру жолға қойылған. Соның ішінде мыстың өзіне мыстың алтын сияқты пайдалы минерал болғаннан кейін көп заттарға, көп электроника саласында, бұйымдар жасау саласында, күнделікті тұрмыста қолданылатын заттардың несіне көп қолданылады. Геология ғылымы тау-кен ісімен қабаттасып жүреді. Соған байланысты геология ғылымы болмаса, оны зерттейтін геология ғылымы болғаннан кейін жер асты қазбалар байлықтары геология ғылымы арқылы табылады. Соның белгілі бір жердегі қанша мөлшерде, қай жерлерде орналасқанын сол геология ғылымы арқылы белгілі болады. Қорыта келе, кен өндіру процесіндегі слайдта көріп отырғандарыңызға байланысты көп нәрсе осы слайдтарда көрсетілген. Назарларыңызға рахмет. Келесі видео сабақ сосы екі сабаққа байланысты көрсетіледі. Мыс адамға ежелгі заманнан бері белгілі 7 металдың бірі. Жалпы адамзат құрамында аталмыш металл бар 170 минералды анықтаған екен. Мыс Цельсий бойынша 1083 градус температурада балқиды. Мыс пен мырыштың құймасы латунь деп аталады. Мыс пен қалайыны біріктірсе қорғасын пайда болады. Ал мыс пен никельдің құймасы мельхиор деп аталады. Мыс олимпиада медальдарының құрамында да бар. Айталық, қорғасын медальдарда оның үлесі 97% болса, күміс медальдарда 7,5%. Бірақ ең алдымен мысты өндіріп, өңдеу қажет. Казминералс ұсынады. Мыс кенді өзгеше байту. Казминералстың ашық карьерлерінде өндірілген кен жаңадан салынған байыту фабрикаларда қайта өңделеді. Алдымен карьерлік жүк көліктер кенді алғашқы үгіту қондырғысын алып келеді.
қабылдау бункері бірден 2 көліктен түскен кенді сыйғыза алады. Мұнда кен 80%-ға ұсақталып, одан әрі жердегі конвейер арқылы фабрикаға жеткізіледі. Фабрикада бірінші болып кенді өздігінен жартылай сақтайтын диірмен өңдейді. Бұл жерде әлі де ірі кен бөліктері бір-біріне және арнайы болатшарларға соқтығысып, одан әрі ұсақталады. Осы кезеңде технологиялық су құйылады. Айтпақшы, диірменнің жұмыс барысындағы дыбысы өзгеруі мүмкін. Ол ұсақталған кеннің көлемі мен санына байланысты. Мәселен, бос диірмен қажетті деңгейде жүктелген диірменге қарағанда көп шу туғызады. Өздігінен жартылай сақтайтын диірменнен шыққан кен мен судың қоспасы шар диірмендеріне бағытталады. Бұл жерде болат шарлардың саны 5 тіпті 10 есе көп. Солардың арқасында кен ысқыланып кетеді десе болады. Сөйтіп, сұйық қоспа пульпа күйінде флотацияға жолданады. Казминералстың жаңа кен байыту фабрикаларында пульпаға ауа беру үшін пневматикалық флота-машиналар орнатылған. Оларда түсті металдардың минералдары ауа көпіршіктерімен бірге сұйықтықтың бетіне көтеріліп, арнайы науаларға төгіледі. Кен массасынан түрлі минералдарды ажыратып алу үшін пульпаға кезек-кезек химиялық реагенттер қосылады. Сөйтіп, түрлі камераларда белгілі бір минералмен байытылған көбік жиналады. Ал флотациялық машинаның түбінде байытудан кейін қалған шлам немесе қалдықтар арнайы қалдық сақтау орнына жинақталады. Негізі қаныққан көбік қоспасы концентрат болып табылады, бірақ оны сұйық күйінде қолдану және тасымалдау қолайсыз, әрі көп шығынды талап етеді. Сол себепті концентратты судан айырады. Концентратты қоймадағы мөлшектерді бигбектерге салады. Олардың әрқайсысында орта есеппен 2 тонна концентрат бар. Бозшакөлдегі ұнтақ күйіндегі мыс концентратының құрамында 20%-дан 28%-ға дейін мыс бар. Жобалық қуаты кезеңінде Бозшакөлдің фабрикаларында тәулігіне 940 бигбек қаптайды. Ол шамамен 1900 тонна немесе 30 темір жол вагонына тең. Енді мыс концентраты мыс балқыту зауытында тағы да өзгереді. Сөйтіп, ол Олимпиада медаліне айналуы мүмкін.